Шымкент қаласына келдім. Кеше ғана Шымкент қаласын мақтап жатыр едік. Ой, Шымкент қаласында бәрі қазақша сөйлейді деп. Жерде қазақша тіліне деген өте қатты бір агрессия бар екен. Закир деген магазин, строительный. Нәкелеріңіз, мына қызыңыз қазақ тілінде сөйлеу мен үшін намыс дейді. Администратор шақырыңызшы. Администратор шақырыңызшы. Шақырыңыз. Она с вами тоже будет говорить на русском языке. Я, міне екеніңіз. Администратор шақырыңызшы, орыс тілінде сөйлейтін. Бастық шақырыңызшы. У нас два языка. Бастық шақырсаңыз, енді көректе два языка болады. Қазақ тіліне деген қарсылығын білдіріп жатыр да. Шақырып жеңізші. Администратор. Государственный язык казахский. Они ничего не читают. Мен тұтынушымын. Мен қазақ тілінде қызмет алғым келеді. Соның үшін маған қазақ тілінде қызмет жасаңыздар. Егер сіз маған келіп қызмет сұрасаңыз, мен сіздің сұраған тіліңізде жауап беремін. Соның үшін жөндеп оқыңыздар. Шақырыңыз маған администратор. Сіз ба администратор? Жоқ, тіліңіз бар менде? Кешіресіз. Ашуыңыз басыңыз. Наз? Сол жерде ашу шығаруды қажет жоқ дейміз. Жоқ, ашу шығаратын бұлар басқа шығып баратыр да. Неге? Басқа шығып баратыр. Қазақ тілін бір жағына тықып қой дейді да. Енді олар администраторды айту керек та. Енді мен күтіп тұрмын ғой администраторды. Бізде в основном көріс өзбектер ғой, Өзбек болсын, қазақ болсын, орыс болсын, мен келген тұтынушымын. Мен қай тілде қызмет сұраймын, сол тілде қызмет беру керек маған. Алып. Жаңа звондаған едім, айтады. Администратор шақырыңыздаршы, қыздар. Бастық шақырыңыздаршы маған. Оған дейін жасырылып дайындап қоясың. Так, все, можно вызвать до Яндекс. Я бәрін жасап қоясың, Арза мебель шығып көріп. И кнопкаларды береді, машина тапсаңыздар. Дайындап қойген, сіз күтіп отыр. Камераға түсіріп алсаң, абайласпен түс қалмайды ма? Жоқ, мен өзім түсіріп алдым, Ой, еш уайымдама. Сіз ба администратор? Ау. Салам алейкум. Сонда мен тұтынушымын, дұрыс па? Сіз маған қызмет берушісіз. Мен тұтынушы ретінде қай тілде қызмет сұрасам, сол тілде қызмет алуым керек. Дұрыс қой? Дұрыс. Енді бұл қыздың айтуы бойынша мен орысша сөйлеуім керек екен. Мына жігіт өзбекше сөйлейді, мен оған ештеңе деген жоқ.